Сәлем баршаңызға. Бүгін қамыры өте күшті болып шығатын самса жасайтын боламыз. Енді қамыр илеп, тестамызды дайындап аламыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін теңдей 2 бөлікке бөліп аламыз. Екі бірдей қамырымызды жайып аламыз. Жайып болғаннан кейін үстіне сұйық май жағамыз. Мендегі май осындай. Басқа май қолдансаңыздар да болады. Осылайынан бір келкі етіп жағып шығамыз. Үстінен келесі қамырымызды төсеп, оның да үстін жақсылап майлап, бір келкі етіп орап шығатын боламыз. Осылайынан кесіп алып, пакетке салып, холодильникке 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Самсамызға керекті заттарымызды дайындап аламыз. Мендегі асқабақ пен самса. Енді қамырымызды жайып түйіп аламыз. Мен қамырымды алдын ала жасап алған болатынмын. Самсамызды түйіп алдық. Енді бетіне жұмыртқамызды жағып, печкамызда пісіріп алатын боламыз. Бетіне өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша күнжіт, тағы да басқа заттарды сеуіп сәндеуге болады. Міне самсамыз дайын болды. Қамыры деген өте күшті болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.